Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай дайындалатын, ауыздай келетін баунти тортының рецептісімен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Барлық ингредиенттерді описаниеге грамдарымен жазып қалдыратын боламын. Сіздер сол жерден қарасаңыздар болады. Ең алдымен еріген сары майымызды, яғни сливочный масло, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксердің көмегімен орташа жылдамдықта араластырып аламыз. Ең бастысы біздің қантымыз еруі тиіс. Неге жақсылап араластырып алдық, ал ендігі кезекте оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Сіздерге бір ескере кететін жағдай, жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. Соны жақсылап қадағаласаңыздар. Содан соң тағы да миксердің көмегімен барлығын араластырып аламыз. Егер де сіздерде миксер болмаса, оны шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Ал ендігі кезекте біздер құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ұнымыздың үстіне тұз, какао, разрыхителімізді қосып, жақсылап барлығын араластырып, біздің сұйық масамыздың үстіне салатын боламыз. Міндетті түрде ситаны, яғни елікті пайдалануға тырысыңыздар, өйткені ол біздің бисквитіміздің жақсы болып көтерілуіне септігін тигізеді. Мінекей видеода көрсетілгендей барлығын салып болды. Ал ендігі кезекте біздер лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі масы болғанша асықпай араластырып алатын боламыз. Нәтижесінде осындай масы пайда болады. 22 сантиметрлік формаға жайғастырамыз. Мен осындай форма пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша басқа да форма пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде 22 сантиметр болуы тиіс. Барлығын жақсылап формаға жайғастырамыз. Және де 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Ал ендігі кезекте начинкамызды, я болмаса кокосовый кремді дайындаймыз. Жылытылған сүтімізге манный кашамызды саламыз. Одан соң жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Күнделікті өмірде манный каша қалай пісіресіздер, дәл солай араластыра тұра жақсылап пісіріп аламыз. Сүтті ондай қатты ысытып жібермеңіздер, жай ғана жылыса болады. Мінекей манный кашамызды жайлап пісіріп алдық. Ал ендігі кезекте оның үстіне жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап тағы да венчиктің көмегімен майымыз ерігенше араластыратын боламыз. Содан соң оның үстіне қантты қосамыз, оның үстіне ванилинді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандай менің бисквитім пісті. Оны біздер духовкадан шығарып, суытып аламыз. Ал содан соң оның үстіне кокосовый стружканы қосатын боламыз. Жаймен деп кокосовый стружканы қосыңыздар, оны бірден қосатын болсаңыздар, біздің креміміз өте қою болып кетуі мүмкін. Барлық кокосовый стружканы қосып болған соң 5-10 минутқа қойып қойыңыздар. Ол өзі қоюланады. Мінекей мен 10 минутқа қойып қойдым. Нәтижесінде осындай крем пайда болады. Я болмаса начинка деп айтсаңыздар да болады. Ал ендігі кезекте біздер шоколадты ганашты әзірлейтін боламыз. Жылып тұрған сүтімізге қап-қара шоколадымызды салып, жақсылап барлығын венчиктің көмегімен шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Мінекей бізде осындай шоколадты ганаш пайда болды. Оны жақсылап суытып аламыз. Ал ендігі кезекте біздер тортымызды жинаймыз. Біздер осылай ағаш шпажканың көмегімен тортымыздың барлық жерін, яғни бисквиттің барлық жерін тесіп алдым. Қазір енді сүтпен пропитка жасайтын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей сүтімізді алып, осылай щетканың көмегімен пропитка жасаймыз. Біздің коржымыз, яғни бисквитіміз сухой болмау үшін осылай пропитка жасаймыз. Мінекей осындай кальцонның көмегімен біздер тортымызды жинап аламыз.
бисквитімізге пропитка жасадық, ал ендігі кезекте біздер кокосовый крем, я болмаса начинкамызды салып, осылай жақсылап біркелкі етіп орналастырып аламыз. Мінекей осындай қою болуы тиіс. Осылай барлығын жақсылап орналастырып алыңыздар. Ал ендігі кезекте біздер шоколадты ганашымызды үстіне құятын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша әртүрлі шоколадты пайдалансаңыздар да болады. Мен кондитерлік шоколадты пайдаландым. Мінекей барлығын осылай біркелкі етіп, барлық жағына жететіндей етіп жайып шығамыз. Содан соң тоңазытқышқа, яғни холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей достар, нәтижесінде осындай дәмді торт пайда болды. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.